Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi tahirin wa sahabatihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті бауырлар, құрметті жамағат. Бүгінгі келесі сабағымыз тіл апатынан болған тағы да бір апат. Ол әл-мирау дейді. Тартысу. Тартыс деген нәрсе бұл мұсылмандардың арасын бұзуға алып барады. Тартыс ол дұшпандыққа алып барады. Түрлі күнәларға да себепші болуы мүмкін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: "Уала тахасаду, уала табағаду" дейді. "Уала тадабару" дейді. Бір-бірін күндемеңдер, жеп көрмеңдер, теріс айналып кет қалмаңдар дейді. Теріс айналып, yani амандаспай, ұрысып, теріс айналып, бұрылып кет қалмаңдар дейді. Бізде кейде байқаймыз, бір болмашы нәрсе тартысады. Болмашы нәрсе. Ол мубах. Мубах дегені рұқсат берілген нәрсе. Шариғатта рұқсат берілген нәрсе бір болмашы. Оны дұрыс тапсан, дінге, дүниеге ешқандай зиян жоқ. Қателессең де ешқандай зиян жоқ, ше. Түк пайдасы жоқ. Мысалы қандай? Мысалдар өте көп. Мысалы біреу айтады: Қайрат пен Реал Мадрид ойнайды. Дұрыс па? Қайрат жеңеді дейді. Немесе Реал Мадрид жеңеді дейді. Тартысады. Анау футболист мықты, анау мықты, мынау мықты, мынау әлсіз деп. Енді сол тартыс мұсылмандардың мінезін өзгертуге, немесе байланыс бар ғой, байланысты бұзуға себепші болатын болса, ал мұсылман бір-біріне ұрсып қалатын болса, ренжісе, ол шариғатта тыйым салынған. Не айттық? Бір-бірін жеп көрмеңдер деп айтты, хадис, дұрыс па? Ола табағаду, жеп көрмеңдер болды. Бір-бірін жеп көрмеңдер. Ал енді тартыс неге алып барады? Жеп көруге алып барады. Дұрыс па? Ола тадабару деп айтты, хадис айтты. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дейді, теріс бұрылып кет қалмаңдар дейді. Ренжісіп бар ғой, ұрысып, ренжіп, теріс бұрылып кетіп қалмаңыздар дейді. Яғни мұсылмандардың арасын бұзу ол күнә. Дұрыс па? Байланысты бұзу күнә. А енді пәлен отты десе, немесе отат деп айтатын болса, сен соған келіссен, соның ойына келіссен бар ғой, саған күнә бар ма? Күнә бар ма, жоқ па? Күнә жоқ. Немесе бұл болашақты Алла біледі ғой, неге мысалы. Немесе мына нәрсе таласады, болмашы нәрсеге. Біреудің көлігі жайында, бұл осындай марка дейді. Жоқ, ондай марка емес дейді.
немесе осындай жылғы дейді. Жоқ, ондай емес дейді. Басқаша. Сен қателестің дейді. Оны тапсан, сауап жоқ. Қателессен, күнә жоқ. Сол нәрсеге тартысады. Болмаш нәрсеге. Кейін ұрыс пайда болады. Ұрыс. Кейін боқтау пайда болады. Бір-бірін боқтайды. Кейін бір-біріне бұрынғы кемшіліктерін айта бастайды. Бұрынғы кемшіліктерін бол. Ал пайғамбарымыз салсым дейді, мұнафықтың 4 белгілері бар дейді. Сөйлесе өтірік айтады. Уәде берсе уәдесін орындамайды. Аманатқа қиянат қылады. Және тартысса шектен шығады дейді. Шектен шығады, боқтайды. Бір-бірінің әуретін, яғни кемшіліктерін іздейді. Кемшіліктерін айта бастайды. Бұл неден басталды? Тартысудан. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді. Ман тарака әл-мираа ва хуа мухиққун дейді. Кім тартысты тастаса дейді. Яғни тартыстан бас тартса дейді. Және олыңқы дұрыс. Бунияллаху байтун фил а'ла джанна. Ол үшін жәннаттың ең төрінде дейді. Қасыр соғылады дейді. Ваман тарака әл-мираа ва хуа мубтилун. Ал кім тартыстан бас тартса, және оныңқы қате екен біледі, бірақ бас тартты. Алла үшін да, бірақ түсінді ма? Алла үшін қой тартыспақ қойық. Содан қайтатын болса, онда бунияллаху байтун фи робатил джанна. Жәннаттың шетінде қасыр соғылады дейді. Субханалла. Көрдіңдер ма? Қандай сыйлық бар екен? Біз не істейміз? Өз нәпсінді байқанда қорғаймыз ғой. Жоқ, ондай емес деп тартсасын, айқайласасын, шектен шығасын. Осын барлығы қараңыздар неден басталды? Енді мұсылмандардың арасын байланысты бұзатын нәрсе ол тартысу. Тартысу, бауырлар, әсіресе дүниелік істерде ешқандай сауабы жоқ, күнәсі жоқ істерде тартысу ол тыйым салынған нәрсе. Тыйым салынған нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді. Ла тумари ахака ва ла тумазиху ва ла таидху мауидан фатухлифах. Бауырыңмен тартыспа. Мұсылман бауырыңмен тартыспа. Көп әзілдеспе. Және оны орындай алмайтын уәденді берме дейді. Түсінді ма? Тартысу бұл неге алып барады деген мұсылмандардың арасын бұзуға алып барады. Бұл жайында хадистер өте көп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді. Ла ястакмилу абдун хақиқатал имани хатта ядa'ал мираа ва ин кана мухиққан. Иманның кемеліне жетпейді, тіпті тартысты тастағанша дейді. Оныкі дұрыс бола тұра, түсінді ма? Тартысты тастамайынша, енді одан бас тартпағанша, кемел толықтай иманы толық болмайды дейді. Иманы толық болмайды дейді. Субханалла. Тағы да бір хадистерде былай айтады. Кімнің бойында 6 сипат болатын болса, онда оның иманы кемел болады дейді. Бірінші,
ораза тұту. Жазды күні ораза. Нәфіл ораза тұту дайын. Алланың дұшпандарын дейді. Яғни Алла жолында жорыққа шығу дейді. Түсінді ма? Одан кейін намазды тездету дейді. Әсіресе күн бұлтты болған уақытта, түсінді ма? Яғни намазды тез оқу. Тез оқу емес. Әуелі уақытында намазға асығу да, түсінді ма? Уассабру алал мусибат дейді. Қиындыққа сабыр ету. Әртүрлі қиындықтар болады. Және дәретті толығы алу дейді. Толықтай, кемел түрде алу дейді. Соңғысы өзінікі дұрыс бола тұра тартыстан қашу дейді. Тартыс бұл не? Осындай қараңыздар, кім тартыстан қашатын болса, иманы кемел болады екен. Муслим ибн Ясар былай дейді: Иякум вал мираа, тартыстан сақтаныңдар. Тартыстан. Өйткені фаиннаху саату жахли алими, ғалымның дейді, жаңылсатын, қателесетін уақыты дейді. Тартысқан уақытта не? Ғалымда тартыс не? Қателесу мүмкін. Ал ғалым қателесетін болса, сондай уақытта шайтан оның істейді, сүрінуін қалайды дейді. Яғни ғалымның қателесіп не? Одан кейін ол ашуға беріліп қойып, шайтанның уәсуасына не? Алданып қалу мүмкін. Түсінді ма? Тағы да бір әсәрлерді, риуаяттарда былай дейді: бір қауым тура жол тапқаннан кейін адасуға себеп болатын нәрсе бұл тартысу дейді. Түсінді ма? Және ғұламалар былай айтады: тартысу жүректі қатайтады дейді. Және кекшілдікті егеді дейді. Түсінді ма? Біләл ибн Саад былай айтады: егер сен көп тартысатын, өз ойын әрдайым дұрыс деп санайтын кісіні көретін болсан, одан алыс бол, бүкіл қасірет оның бойында жиналыпты дейді. Біліңіз, бауырлар, адам өзінің қателігін мойындамайтын болса, бүкіл қасірет оның мойнында жиналған дейді. Адам өзінің қатесін білмесе, ол өзін түзетпейді. Адам өзінің қатесін қашан түзетеді? Білсе, мойындаса. Қазіргі уақытта қатені мойындамайтын адамдар көп. Еш уақытта өзінен көрмейді, басқалардан көреді. Ал енді қатесін мойындаса, бұл ісім жүрмей жатыр. Не үшін? Менің себепті, менің қателігім себепті. Онда оның жағдайы жақсы. Ол дұрыс жол табады. Біреулері бар, мүлдем ақиқатты қабылдамайды. Насихатты да қабылдамайды. Әрдайым өзіне үзір іздейді. Яғни ақталады. Адамдардың алдында ақтала береді. Кейде ойлап қоясың, мынау кісі қате жасайды ма деп ше? Жоқ, қате жасайды. Бірақ қатесін мойындамайды. Ақталады. Ақтала берген адам, бауырлар, біліңіздер, өзін ойына таңған, риза болған адам, түсінді ма? Өзінің ойына әрдайым риза болатын болса, айтылады, бүкіл қасірет оның бойында жиналған дейді, түсінді ма? Астағфирулла.
Омар радиаллаху анху былай дейді: ілімді үш нәрсе үшін үйренбе дейді. Және үш нәрсе үшін қалдырып қойма дейді. Тартысу үшін, тартысу арқылы өзін басқаларға несет, одан жоғары екенде рияға да себепші болуы мүмкін. Адамдардың алдында көрсетеді, өзін жоғары екенін көрсетеді. Біреумен тартысу үшін ілім үйренбе дейді. Мақтану үшін үйренбе. Рия жасау үшін, адамдар мені ертең ғалым деп атайды, қари деп атайды, сол үшін алма дейді. Және үш нәрсе үшін тастап қойма дейді. Ұялғандықтан тастап қойма дейді. Сұрағың болса сұрақ қой. Одан кейін ілім маған жектілікті деп тастап қойма дейді. Және мен бәрі білмеймін ғой, өзінің білімсіздігіне разы болып не тастап қойма дейді. Тағы да Иса алейхиссалам былай айтқан екен: кімнің өтірігі көп болатын болса, онда оның әдемілігі кетеді дейді. Жүзінен жүзі қараяды. Кім көп тартыса дейді, ақылағы, әдепсіздігі кетеді дейді. Кімнің уайым көп болса, дүние істерге көп уайымдаса, ауырады дейді. Кімнің мінезі нашар болатын болса, өз-өзін қинайды дейді. Субханалла. Тартысу деген, қараңызда, біреудің сөзін аңду. Біреулер бар, біреулердің сөзін аңдайды. Қателессе, қатесін тезде айтады. Бірақ ниеті оның қатесін түзету емес, ниеті өзін көрсету, одан артық екенін білдірту. Түсінді ма? Бұда екі апат бар дейді. Бірінші, жыртқыштық мінез дейді. Ол үлкен жаман мінез ол. Жыртқыш секілді. Яғни жыртқыш аңдар несі? Өзін аңдарын аямай аулайды. Дәл солай жыртқыш секілді біреудің қатесін көрсе, қатесін бетіне басып айтады. Біреудің қатесін көрсе, соған қуанады. Өзін көрсету үшін адамдардың алдында оны дәрежесін түсіреді. Екінші апат ол тәкаппарлық. Біреудің қатесін айтумен ол басқаларға одан білімді екеніне көрсетеді. Кейбіреулер бар, біреу сабақ беріп жатыр дейді. Осындай үкім айтты дейді. Негізі ол олай емес дейді. Былай дейді. Енді әлбетте ол ниетіне байланысты. Ниеті егерде халықты түзету болса жақсы. Бірақ осында ниеті өзгеру мүмкін. Ниеті былай, ол кісі қателесті, мен одан білімдірекпін. Мен ол кісіден артықпын. Кейбір кісілер бар, өздері кітапты зорға оқиды. Кітапты оқия алмайды да. Бірақ та үлкен білімді ұстазды көрген уақытта, ұстаз болғаннан кейін кейде қателеседі. Пенде ойында. Сол қателескен көрген уақытта басқаларға айта бастайды сол кісі. Енді бір мәселені жаттап алу мүмкін да, бір мәселен ше.
сол мәселеде қателессе, басқаларға айтады. Өзі кітап оқи алмайды, арабша кітап деген меңзеген ғой. Зорға оқиды. Шама шекпейді оқуға. Бірақ үлкен ұстаздардың үкімдері, үлкен ұстаз бір үкімді айтатын болса, сол үкімдерді қате деп айтады. Қателесті деп айтады. Мүмкін сол әлсіз кітап оқи алмайтын кісінің сөзі дұрыс шығар. Өйткені әртүрлі мәселе естуі мүмкін да басқалардан, басқа мысалы білімді адамдардан. Түсінді ма? Бірақ та оның мақсаты не? Адамдарға білдірту болса өзін. Енді қараңыздар, өкінішке орай имам Фудойль былай айтады да, біздің бұрынғы адамдар дейді, амал жасап болғаннан кейін рия қылу мүмкін дейді да. Енді әлбетте кейбір адамдар бар, енді сол жайында айтады. Кейбір адамдар өздерінің жасаған амалымен рия қылады дейді да. А қазіргі өзінің заманындағы айтып жатыр да енді. Бауырлар, өзі жасамаған нәрсемен рия қылады дейді. Ештеңе істемеген да. Жасамаған. Бірақ сонымен рия қылыс. Яғни ағайындар, бұл да үлкен күнә. Өзінде білім жоқ, білімі саяз, оқымаған, бірақ үлкендердің қатесін іздейді. Яғни өзінде болмаған нәрсені басқаларға көрсетуді қалайды. Түсінді ма? Бұл Алла сақтасын екі жүзділердің сипаты. Не үшін айттым ғой? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір жорықтан кейін мұнафықтар, екі жүзділер пайғамбарға сол жорыққа бармайды олар, мұнафықтар, екі жүзділер ше. Одан кейін барып үзірін айтады ғой. Ауырып қалдым деген сияқты ше, әртүрлі үзірін айтады. Не үшін десе, мен сол жорыққа негізі баратын едім, бірақ үзірім болды деген секілді. Түсінді ме? Өздерінде болмаған нәрсені көрсету үшін. Түсінді ме? Бауырлар. Пайғамбарымыз саллаллаху олардың үзірлерін қабылдаған, өткен білген, олар екі жүзді екен. Түсінді ме? Олармен тартысу пайдасы жоқ. Өзіндегі, Құран кәрім айтады, өздеріндегі болмаған сипатпен мақтануды қалайтындар дейді. Түсінді ма? Өздерінде болмайтын, өздерінде болмаған сипаттармен мақтануды қалайтындар. Алла сақтасын. Міне, тартысуда осындай нәрселер көріну мүмкін, түсінді ма? Сол үшін еш уақытта сіздер қателеспейтін ұстазды таба алмайсыздар. Қателеседі. Бірақ та сауабы, дұрыс мәселесі көбірек болады. Қатесінен қарағанда дұрысы көбірек болады. Тартысу деген осындай күнәлар бар екен, бауырлар. Бұған екі себеп болды. Бірінші, оның жаман мінезі, ол қандай? Жыртқыштық мінез. Екінші, ол тағы да тәкаппар мінез, түсінді ма? Осы екі жаман мінез тартысуға себепші болады екен. Алла сақтасын ағайындар. Ал енді біреудің қатесін сен көрсең, шынын оған жаның ашса, оның ойласан, жеке өзіне айт. Жеке өзіне айт. Айтқан уақытта кішіпейілдікпен айт. Біреулер бар, мен оған айттым, бәрі қабылдамайды дейді. Ондай кісілер бар. Бірақ қалай айттың? Біреулер бар, насихатты айтқан уақытта да дұрыс айтпайды. Қалай айтады? Біреулер бар, насихатты айтқан уақытта да дұрыс айтпайды. Қалай айтады? Біреулер бар, насихатты айтқан уақытта да дұрыс айтпайды. Қалай айтады? Біреулер бар, насихатты айтқан уақытта да дұрыс айтпайды. Қалай айтады? Біреулер бар, насихатты айтқан уақытта да дұрыс айтпайды. Қалай айтады?
үстінен қарайды, тәкаппарланып айтады. Анау қателескен кісі оның жүзін көрген уақытта жүзін қабылдамайды да, ананша кейіне оның байқанда насихатын қабылдамайды. Көрдіңіздер ма? Егер де қатесін айтқың келсең, онда кішіпейілдікпен сол қатені өзін істеп қойғандай өкініп айтатын болсаң, әлбетте ол иншалла сол насихатты қабылдайды. Ал енді оның қатесін айтып, онымен абыройын таптауға болмайды, бауырлар. Өкінішке орай. Бұл нәрсе қиын. Адам алданып қалғандар бар, бауырлар. Шын Алладан дұға етіңіздер. Раббым, мен өзін істеген қателіктерімді маған көрсет деп дұға қылу керек. Адамдардың көпшілігі өздерін жасаған қателіктерін түсінбейді де, білмейді де, ойланбайды да ол жайында. Тек қана біреудің қатесін іздейді болды. Аллаһты сынағандар. Енді дін мәселесінде тартысқан уақытта ақиқатты айту керек. Ол, егер сен дін мәселесінде біреумен тартыссан, және сол үкімді айтуға шамаң жетсең, енді сенде білім бар, онда толықтай оған түсіндір, ақиқатты жеткіз. Егер ол кісі қабылдамайтын болса, оны таста, одан бас тарт. Түсінді ма? Бізде былай, адам тартысқан уақытта жеңілмейін деп өзін қорғайды. Өйткені тартысқан уақытта ол мені алдамақшы дейді. Сондай сенімде болады. Сөйтіп, ақиқатты қабылдамайды. Түсінді ма? Ол не адамдардың алдында көбінесе. А егер де жеке шығып, оған дұрыстап түсіндіретін болсан, мүмкін қабылдау мүмкін. Сол үшін тартысқан уақытта, бауырлар, біліңіздер, адам өзін қорғау үшін емес, жеке өзін көрсету үшін тартыспайды. Не үшін тартысады? Бұл дін жолында. Алланың сөзі ұлық болу үшін, ақиқатты табу үшін, немесе ақиқатты түсіндіру үшін, әлгі бауырыңа дұрыс сенімін дұрыстау үшін. Түсінді ма? Яғни былай секілді бауырлар, қателескен кісі немесе бидағатшы дейді, бір мәселеде қателескен, сенім болсын, үкімдерде дұрыс түсінбеген, ол кісі ауру дейді. Ауру. Сен ақиқатты білдің, сен дәрігер сияқты бол. Дәрігер, бауырлар, егер де ауырып келген кісіге айқалап ұрсатын болса, ауру не? Оның айтқан сөздерін қабылдамайды. Кетіп қалуы мүмкін. Кейбір кісілеріне қатты айтса түсінеді. Кейбір кісілеріне оған жұмсақ айту керек. Оған түсіндіру керек. Оған жеткізу керек қатесін. Сол секілді оған жаның ашу керек. Түсінесіз ба? Хидаятқа келуіне сен себепші болғың келеді. Не үшін? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, кімде-кім сенің себепті бір адам тура жолға келетін болса, онда сен үшін қызыл түйеден артық дейді. Саған не? Қызыл түйеден артық дейді. Осы. Сауап көп та, яғни. Сол үшін, бауырлар, дін мәселесінде егер де сенде білім болмаса, немесе тартса алмасан, онда бұл іске кірісу керек емес, бауырлар. Өйткені сен
бұл жерде әлсіздік танытсаң, басқаларына жалғаншының сөзі ақиқат деп ойлауы мүмкін. Басқаларға жүрегіне күмән салуы мүмкінсің. Түсінді ма? Дін жайында тартысуды ғұламаларға қалдыру керек. Ғұламалар тартысады. Үлкен ғұламалар. Біз секілді қарапайым кісілер дін жайына тартысуға болмайды. Түсінді ма, бауырлар? Мына осы тартысу жайында осындай үкімдер бар екен. Тартысу бұл мұсылмандардың арасын бұзуға алып барады. Және бұл тағы да екі үлкен ауру бар. Өз-өзін ұлықтайды, тәкаппарлануға себепші болады. Және жыртқыштық, яғни біреудің кемшілігін табады, сөзінің қатесін іздейді, не соған риза болады, іштейше мәз болады. Көрдіңіздер ма? Ондай Алла сақтасын, ондай адамдар жағдайы қиын болады, яғни. Жүрегінде түрлі аурулар бар. Керісінше, біз біреуінің қатесін көрген уақытта оған дұға ету керек. Раббым, оны түзет, оған хидаят бер. Керісінше, мұсылман кісі қателессе, оған насихат айтып, оны тура жолға бастауға себепші болу керек. Бірақ оны басқа біреулерге айтып, сыртынан күліп, айып кемшіліктерін басқаларға айту, бұл үлкен қателік. Әсіресе үлкен ұстаздардың қатесін байқаған уақытта оны басқаларға айтып, міне қателесті деген секілді айтсаңыздар, ол да үлкен ауру. Өйткені сіз ол арқылы өзіңізді ұлықтап жатырсыз. Яғни басқаларға білдіруді қалайсыз, одан білімді екен, бірақ сіз одан білімді емессіз. Оны өзіңде білесің. Түсінді ма? Бауырлар, әдеп сақтау керек. Әдеп. Біреудің кемшілігін жасырсан, Алла Тағала сенің кемшілігіңді жасырады. Сол үшін әр қайсымыз біз қателесеміз. Бірақ ең жақсы адам өзінің қатесін танып, түзеткен адам дейді. Түсінді ма? Тартысудан сақтанайық. Субханакаллахумма бихамдика, ашһаду ан ла илаха илlalloh.